Баршаңызға сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз алмадан әзірленетін, дәмі ерекше болып шығатын шарлотка пирогын дайындайтын боламыз. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер бұл жұмыртқа, алма, ұн, жұмсақ сары май, шекер және де қопсытқыш қажет болады. Ең алдыменен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне шекерімізді құйып, миксерменен жақсылап миксерлеп араластырамыз. Қоспамыз осылай көпіріп, беті көпіршіктеніп, жақсылап араласуы қажет. Енді оның үстіне осылай бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай шамамен 3-4 минуттай шайқап тұрамыз. Ендігі кезекте осы қоспамызға ұнымызды ситадан өткізіп аламыз. Оның үстіне қопсытқышымызды қосып, сол ұнымызды жақсылап араластырамыз. Енді осы ұнымызды біздің қоспамызға аздан қоса отыра миксерлейміз. Ұнды қосқаннан кейін бірден миксерді қоспаңыздар, ұн шашырап кетеді. Сол себепті алдыменен араластырып, содан кейін миксерімізді қосамыз. Мінекей достар, біздің қоспамыз дайын болып қалды. Енді осының үстіне біз алмамызды турап салатын боламыз. Мен алманың 3-4 данасын алып, осылай майдалап турап қостым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің алмамызбенен сұйық қоспамыз бір қалыпқа енгенше осылай жақсылап араластырып шығамыз. Енді арнайы формамызды алып, астына пергамент қағазын жаямыз, себебі жабысып кетуі мүмкін. Пирогымыз астына жабысып қалуы мүмкін, сол себепті міндетті түрде пергамент қағазын немесе фольгаменен пісірсеңіздер болады. Менде форма 25-26 сантиметр. Барлығын осылай салып, жақсылап орналастырып аламыз. Ендігі кезекте біз әсемдік үшін алманы осылай майдалап, жіңішке етіп кесеміз дағына, бетіне әдемі өрнек салып, орналастырып шығамыз. Осы кезде біз пешімізді қосып қыздырып қойсақ болады. Мен 140 градуста 45 минуттай ұстадым. Мінекей достар, біздің шарлотка деп аталатын пирогымыз әзір болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл өте тез дайын болатын пирог. Кез келген қонақтарыңызға әзірлеп берсеңіздер болады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар.